Мен шыны керек басынан бастап бұл іске кіріскенім, бірақ менің кірісуім сол отбасыны тергеу емес, отбасының жаңа құлдық бойынша істелінген қаншалықты тергеудің дұрыс жүріп жатқанын көзім жетті. Басында мен сол кезде РОВД-ның бастығымен кездестім, әкімшіліктің бастығымен кездестім. Іс қозғалды ма? Қозғалды. Қалай жүріп жатқан, қаншалықты әділетті екенін көзім жетті сол кезде. Бірақ менің ниетім ол жерде жаңағы тергеу жүргізу болған жоқ. Менің ниетім сол кезде жаңағы сол отбасыға табыс көзін беру, мәселесін шешіп беру, және анау кішкентай құстай ұясынан ұшырып беру дегендей. Сол осындай демеу болды. Сол себептен мен бұл мәселеге кіріскен жоқпын, себебі бізде енді қылмыстық істерге кірісу депутаттық мандатымыз жоқ. Сол себептен басынан бастап мен ол шынымен де қылмыстық іс қозғалғанын көзім жетті. Және де РОВД-ның бастығы өзінің контролінде болды. Одан басқа облыс әкімінің контролінде болғандықтан менің тағы да енді арбаның 5-ші дөңгелегі болып оған кіріскенім дұрыс болмады деп ойладым да, мен қолымнан келетіні сол отбасына нақты көмектесу болды. Сол менің ойымша өзімнің маған жүктелген міндетімді мен атқарған сияқтымын. Енді сізде ақпарат болу керек қой, қанша жыл құлдыққа жегілген бала отбасы? Олар енді